Күн достар, менің есімім Арман Ермахан, Мүсілім Базарбаев атындағы номер 138 гимназияның 10-шы сынып оқушысымын. Мінекей уақытта келіп қалыпты, Әл-Фараби атамыздың, бабамыздың 1150 жылдығы да жақындапты. Соған орай Абай атамыз бен Әл-Фараби бабамыздың сабақтасы жөнінде сөз қозғамақшымын. Біз Әл-Фараби бабамыз бен Абай атамызды танимыз. Және оның сөздерін, ақыл сөздерін оқып жүрміз. Соның ішінде біз екі хакімнің бір-біріне сәйкес келетіндігі сабақтастық жөнінде де білуіміз қажет деп ойлаймын. Оған дәлел қазір мысалдар айтып кетемін. Әл-Фараби бабамыз бір сөзінде былай дейді: жүректі бүкіл мүшенің басшысы дейді. Яғни жүректі бірінші орынға қояды. Ал одан кейін миды қояды. Мидың бұл жерде үстемдігі бірінші емес, екінші болып табылады. Ал енді Абай хакім атамызға келетін болсақ, Абай атамыздың қара сөздерін білеміз. Оның ішінде 17-ші қара сөзінде былай дейді. Яғни бұл қара сөзде ғылым, ақыл және қайрат, жүрек осы мысалға алады. Және де соңында келген кезде, тартыстың соңында ғылым былай дейді: мен жүректі жақтар едім. Үшеуің жүрекке бас игізетін болсаңдар, сендер яғни жақсылыққа басталасыңдар. Тура жолға түсетін де, тура жолға апаратын да, барлығында шешетін ол жүрек дейді. Мінекей осы Әл-Фараби бабамыздың және де Абай атамыздың сөзінен ұқсастығы келеді. Мысалы, Әл-Фараби бабамыз ол жерде миды алса, Абай атамыз ақылды алады. Яғни сөзінде миды, ол жерде миды жүректе ойлау тұрғысынан жақсылық жамандықты шешуге көмектесетін, жадты сақтауға көмектеседі деп келсе, Абай атамыздың сөзінде, яғни ақыл сен жүрекке өзінің әміріңді жүргізе алмайсың, одан төменсің. Егер де жүрекке бағынатын болсаң, онда сен тура жолға басталасыңдар дейді. Және енді қорытындылай келе, біз осы екі нақыл сөзді, қара сөзді ала отыра сабақтастығын да түсіндік. Және де мен айтқым келетіні, баршамыз осы жүректі сақтауымыз керек, осы жүректі. Өйткені осы жүрек бізді баршамызды тура жолға апаратын, ойлануға көмектесетін, барша жақсылыққа апаратын осы жүрек. Осы екі мысалдан біз ғибрат алуымыз керек, сабақ алуымыз керек деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет.